Сәлем менің көрермендерім. Бүгін сіздерге сұлы қайнатпасы туралы айтатын боламыз. Яғни бүгін біз көпшілігіміз білетін диеталық тамақ немесе табиғи тазартқыш және детокс деп айтатынымыз бұл яғни сұлы қайнатпасы. Бұл тек қана арықтауға ғана арналған сусын емес, ол ішектің, өттің, бауырдың, қалқанша бездің және терінің жұмысына әсер ететін табиғи ем. Бірақ дұрыс дайындалмаса немесе шамадан көп ішілсе, керісінше зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан бүгін толық талдайтын боламыз, яғни сұлы қайнатпасының пайдасы, зияны, кімге болмайды, қалай қайнату керек және қандай мерзімде ішуге болады. Ол үшін менің каналыма жазылып, сұрақтарыңыз болса комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сіздерге жауап болатын болады. Жалпы біздер ең бірінші сұлы қайнатпасы не деген тақырыпты айта кетейік. Сұлы осы біздің айтып отырған сұлының дәнінде еритін және ерімейтін талшықтар болады. Яғни бета-глюкон, А, Е, В дәрумендері, магний, калий, мырыш болады. Ал қайнатпа кезінде бұл дәннің минералдары мен шырышты қабаты суға қарай шығарады. Яғни біз қайнату арқылы суға қарай шығарамыз. Яғни сұлы ботқадан айырмашылығы, ботқада талшық көп болады, яғни клетчатка көп. Ал қайнатпада еритін элементтер мен шырыш көбірек болады. Сол себепті қайнатпа тек ішекті жұмсартады, өттің ағуын жақсартады, теріні тынышталдырады. Ал оның қандай пайдасы бар? Асқазан мен ішекке сұлы қайнатпасы ішектегі қабынуды басады, қатты нәжісті жұмсартады. Гастрит, колит, іш қату кезіндегі табиғи қорғаныш қабат түзеді. Асқазандағы қышқылды бейтараптайды. Сондықтан жара, эзофагит, гастрит кезінде ішуге рұқсат етіледі. Яғни көп адамның сұрақтары гастрит немесе язва бар менде деп жатады. Сол кездерде оны ішуімізге болады. Ал өт және бауырға қандай әсерлері бар? Сұлы мөлдір өт суын ағуын стимулдайды. Егер де өт қою болса, тұрып қалса, сұлы қайнатпасы оны сұйылтады. Өттің құрамындағы тұздардың кристалдануына жол бермейді. Тас пайда болуын тежейді. Бірақтан да өт жолында тас бар адамға сұлы қайнатпасы болмайды. Ал енді жүрек тамыр жүйесін айтатын болсақ, бета-глюкан жаман холестеринді азайтады. Қан тамырын жұмсартып, қан қысымын реттейді. Диабет, гипертония кезінде пайдалы болып келеді. Ал қалқанша без гормондарына бұл қандай әсер етеді? Яғни сұлы құрамындағы мырыш пен Б дәрумендері гормон түзілуіне қатысады. Созылмалы шаршау, әлсіздік, зобтың бастапқы түрлерінде қолдау ретінде ішуге болады. Және де тері және шашқа әсерін айтатын болсақ, теріде улану белгілерін азайтады. Безеуге, майлылыққа жақсы көмектеседі. Шаш түсуін азайтады, өйткені оның құрамында цинк пен кремний бар. Ал енді зиянын айтсақ, яғни любой біз БАДы болсын, любой біз дәрі-дәрмек болсын, немесе дәл осындай қайнатпа, немесе настойка ішетін болсақ, оның белгілі бір зияны болады. Сол зиянын айта кететін болсақ, кез келген табиғи өнімнің де өзінің қарсы көрсетілімдері болады. Мысалға алған кезде өт жолында тас болса, сұлы ағызуды күшейтіп, ауырсыну тудыруы мүмкін. Яғни өт жолдарына өттегі тастар түсіп кетіп, бітелуіне алып келуі мүмкін. Сонымен қатар бауыр циррозы, гепатиттің белсенді кезеңі кездерінде болмайды. Глютенге сезімталдылық, целиакиясы барлар іше алмайды. Бүйрек жетіспеушілігі барлар сұлы құрамындағы фосфор мен калий жиналып қалуы мүмкін. Күніне 1 литрден артық ішу минералдық теңгерімді бұзады. Дайындау кезінде қоспалардың болуы, яғни қант, бал, тұз қосуға болмайды. Табиғи күйінде ғана пайдалану қажет.
Қалай дұрыс дайындау керек? Біріншісі, классикалық рецепт бойынша айтатын болсақ, 1 стакан жуылған сұлы дәнін 1 литр суға салып, төмен отта 40-50 минут қайнату. Сосын оны тұндырып, сүзіп алу. Күніне 3 рет 100-150 мл ішу қажет. Түнгі тұнба, яғни бұл жұмсақ нұсқа болып саналады. 2 ас қасық сұлыны 500 мл қайнаған суға саламыз. Түнге қалдырып, таңертең сүзіп алып, таңертең аш қарынға 1 стакан ішуге болады. Жалпы бұның курсы 10-14 күн ішіп, 7 күн үзіліс жасайсыз. 3 курсқа дейін қайталауға болады. Қай уақытта ішкен пайдалы? Яғни, таңертең аш қарынға ішектегі шырышты қалпына келтіру үшін. Түскі астан 30 минут бұрын, яғни өт ағызу үшін. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын, ішек пен бауырды түнгі тыныштыққа дайындау үшін. Арнайы жағдайлар үшін, яғни арықтау үшін айтатын болсақ, аш қарынға 150 мл ішіп, 20 минуттан соң таңғы ас ішу. Артық сұйықтықты шығарып, ісінуді азайтады. Бірақ ұзақ қолдану кезінде белок жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сондықтан ақуызды тағаммен теңестіру қажет. Ал көптің сұрауы бойынша бала емізетін аналарға бұл лактацияны жеңіл арттырады. Бірақ артық ішсе сүт қоюланып кетуі мүмкін. Сондықтан күніне максимум 200 мл жеткілікті. Ал балаларға бұл 1 жастан кейін ғана болады. 3 қату немесе гастрит болғанда 2-3 қасықтан бастау қажет. Дәрілермен өзара әсері қандай десеңіз, сұлы қайнатпасы дәрілердің сіңуін баяулатады. Сондықтан дәріден 1-1,5 сағат бұрын немесе кейін ішу қажет. Әсіресе қалқанша безге арналған гормоналды препараттар, эутерокс, элтероксин, темір, кальций сияқты препараттармен бірге ішуге болмайды. Үй жағдайында қолдану тәсілдері: бетті жуатын табиғи тоник ретінде сүзілген сұлы суы. Шашты шаю үшін жылтырақ береді. Тері күйіктерінде компресс түрінде қолдануға болады. Жалпы осы тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, сұлы қайнатпасы табиғи ең жұмсақ емші, яғни детокстық әсер береді. Ол асқазанды қорғайды, өтті тазартады, теріні жақсартады. Бірақ бұл дәрі емес, дұрыс қолданбаса зиянда болуы мүмкін. Сондықтан бәрін мөлшермен ішу керек. Егер менің видеом пайдалы болса, лайк басып, сұрақтарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видео шығарылымын жоғалтып алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар.